Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 7-ші сабақ. Сен қайда демаласың? Сабағымыздың мақсаты жазғы демалысқа құрған жоспарын айта алады және қарапайым сұрақ құрап оған жауап бере алады. Жаңа сөздерді диалогта қолдана алады. Жаңа сөздер: жоспар, план, жоспарладым, планировал, шомыламын, купаюсь. Оқулықта тыңдалым және оқылым берілген. Мәтінді бірге оқиық. Мен жазғы демалысымды жоспарладым. Маусым айында лагерге барамын. Лагерде суға шомыламын. Шілде айында тауға барамын. Тамыз айында анаммен Алакөлге барамын. Оң жақ бағандағы жоспарға қараймыз. Жазғы демалыс. Обратите внимание на наш план. Жоспар – это план. Бірінші, жазда кітап оқимын. Екінші, маусымда ауылға барамын. Үшінші, шілдеде көлге шомыламын. Төртінші, тауда сурет саламын. Бесінші, тамызда Алакөлге барамын. Жіктік жалғау. Мен жоспарладым, сен жоспарладың, сіз жоспарладыңыз, ол жоспарлады. Екінші тапсырмаға қарап, көңіл бөлейік, сұраққа жауап берейік. Сен жазғы демалыста не істейсің? Мен маусымда лагерге барамын. Мен шілдеде ауылға барамын. Мен тамызда теңізге барамын. Үлгі бойынша диалогты бірге оқиық балалар. Сен жазғы демалыста не істейсің? Мен ауылға барамын. 3 ай ауылда боласың ба? Иә, 3 ай ауылда боламын. Мен тауға барамын, шомыламын, футбол ойнаймын. Ал сен жазғы демалыста не істейсің? Мен лагерге барамын. Балалар, менімен бірге жұмыс жасағандарың үшін көп алғыс айтамын. Сау болыңдар.